адамдардың саны өте көп. Егер адам инсульт алып жатқан жағдайда, ол адамды басын тікесінен ұстап, басын тіке отырғызу керек. Ал егер отыра алмайтын жағдайға келген кезінде оны жатқызып, миына қан құйылмау үшін қолдарын немесе қолдарына қан шықпаған жағдайда құлағының артын тесіп қан шығаруымыз керек. Ең алдымен инені спиртке малып, залалсыздандырып алып, оны инсульт алған адамның саусақтарының басын тесіп шығамыз. Бұндағы мақсат адамның қанын саусағынан шығару, ал егерде саусағынан қан шықпаған жағдайда залалсыздандырған ине арқылы құлағының артын тесеміз. Осы кезде қан шығады. Қан шыққан жағдайда мақтамен оны бітеп қоямыз. Сол кезінде бұл жерде инсульт алған адамды емдеу мақсатымыз инсульт алған адамда қан ұюы мүмкін болады. Және де қан ұйыған кезінде ол қан миға кету қаупін алдын алу мақсатында осы денеден шығаруымыз қажет. Тез қолдарына жаңағы не жасап аяқ қолын уқалауда алдын алу шараларын тез қолдарын қатты сығып біз не істейді екенбіз, алғашқы көмек көрсетеді екенбіз. Қан шығып, егерде қолдан шықпай жатқанда тез бірінші немен кеседі екенбіз, құлақты кесеміз. Өйткені уже қан қайқат басқа басқа жатқызып қойып солай жасайды. Жақсы рахмет.